Ал құрметті оқырмандар, құрметті Құран үйренші жан, сіздерге бүгін осы қысқа ғана дәрісте араб әріптерінің түсінікті әрі жылдам үйретудің жолын көрсететін болам. Алдымен мен өзімді таныстырып өтейін. Мен есімім Ағурбекова Гүлзат, Алматы қаласының ұстазы боламын. 2010 жылдан бастап осындай діни қызметте, ұстаздық қызметте жалпы тәжірибем бар. Енді бұл дәрісте көп созбай, өздеріңіз қиналып жүрген әріптер болатын болса, және түсінбей жүрген араб әріптері болатын болса, өте жеңілдетіп түсіндіреміз. Жалпы араб әріптерінде білесіздер 28 әріп бар. Бірақ біз қазір бұл 28 әріпті рет-ретімен емес, махраж, яғни әріптердің шығуы бойынша өтетін боламыз. Біз білеміз, Құран әріптері ол 28 әріптен тұрады. Және оның оқылатын харакаттары бар, Сол әуелі әріптерге кірмес бұрын сіздерге харакаттың қалай дыбысталуын көрсеткім келеді. Жалпы махраж деген нәрсе әріптің шығатын орны. Алла Тағала махраж, яғни әріптің шығатын жерін, әріптің естілуі, бізге әріптің әртүрлі дыбыспен келуі, ол тек қана әріпке қатысты емес, біздің айналадағы әртүрлі дыбыстардың жиынтығынан құралған. Мысалға, біреудің ысқырығы, бір нәрсенің ұрылуы, тарс гүрс деген дыбыстар, ызыңдаған дауыстар, ыңылдаған дауыстар, созылған дауыстар, әндеткен дауыстар деген сияқты, міне осы құрылыстарының барлығын Алла Тағала осы бір Құран әріптеріне жинаған болатын. Енді сіздерге көп созбай, біз әріпке кірмес бұрын, мен сіздерге харакаттың қалай дұрыс оқылуын түсіндіргім келеді. Себебі біз харакатты дұрыс оқымасақ, ол әріптің дұрыс шығуына біз және кәдімгідей қателесуіміз мүмкін. Харакат ол әріптің, білесіздер енді, әріптің астына үстіне қойылатын белгі. Харакаттар үшеу екенін білеміз. Біріншісі ол фатха. Мысалға, мына Б әріпі, әріптің үстіне қойылады фатха және әбі оқылады. Енді бұның әнің дыбысталуы қалай? Біз көбінесе әріпті дыбыстағанда, мысалға, б дей саламыз, ерінімізді жібере саламыз, б деген сияқты. Жоқ, ол фатха деген ашушы, сол үшін біз аузымызды ашамыз. Б, тә, фә, жә, көрдіңіздер ме? Б, тә, фә, жә, ауыз кәдімгідей ашылу керек. Яғни б, т, с, біз әні айтып тұрған сияқтымыз, бірақ оның шығылуы дұрыс емес. Келесі бізде кәсіра, әріптің астына қойылатын қисық белгі. Бұны да біз кейде дұрыс дыбыстамаймыз. Біз мысалға би, ти, си дейміз де. Жоқ, бұл харакаттың дыбысталуы екі езу екі жаққа кетіп шығады. Би, ти, си, жи, ри деген секілді, яғни езуді екі жаққа тартқан кезде бұл харакат өзі дұрыс дыбысталады. Себебі ти, жи, хи, сол иді дыбыстап тұрған сияқтымыз, бірақ бұл да қате. Үшіншісі дамма. Дамма дегеніміз бұл жинау. Енді нені жинаймыз? Әріпті ме? Жоқ, әріпті емес, ауызды ерінді жинаймыз. Мысалға, жай ғана бу, ту емес, бу, ту ерінді кәдімгідей алға қарай жинаймыз. Себебі дамманың өзі міне жиналып тұр, бу, ту, су, жу, ху. Әр кезде ерінді жинап үйренуіміз қажет. Жалпы бұл харакат. Құран екіге бөлінеді, жуан, жіңішке. Мысалы, истиғала. Истиғала дегенді көбісі жуан деп айтады. Жоқ, ол жуан емес. Бұл көтеру деген мағынаны білдіреді. Истиғала, ала деген биік деген мағынаны білдіреді. Енді нені көтересің? Әріпті ме? Жоқ, біз тілді көтереміз. Яғни истиғала әріптері бізде мысалға то, сосын мысалға хо әріптері делік. Қо, мысалға, қоф, во, мысалға түсіндірейін. Мысалы, сіз қоны айтқан кезде, қо деген кезде тіліңізді сіз жоғары көтеру керексіз. Жалпы жуан әріптің дұрыс шығару жолы аузыңызды толтырасыз да тіліңізді жоғары көтересіз. Қо, то, со, хо, во. Мысалға сіз хо, то, зо деп айта алмайсыз. Яғни тілді жоғары қарай көтеру керек болады. Яғни истиғала жоғары көтеру. Жеті әріпте сіз тіліңізді жоғары көтересіз. Енді истифәлә ол жіңішке әріптер, қалған 21 әріп. Яғни ол әріптің жаңағы сіз езуді төмен түсіресіз. Тағы да біз сабақтар барысында оны сізге түсіндіретін болам. Харакатты түсіндік, истиғаланы жуан емес, яғни әріпті көтеру, тілді көтеру арқылы жуан шығаратынды түсіндік. Ендігі әр әріпке жеке-жеке тоқталсақ махражына. Мен енді былай сүйрет сала салайын, мен енді сүйретші емеспін. Жалпы мына тамақтың ең соңғы бөлігі деп біліңіздер. Бұл жерден қандай әріп шығады? Бұл жерден хә әріпі, хамза шығады.
яғни сіз барынша дыбысты осы соңғы әріптің тамағына түсіру керек болады. Және әрпі ол жіңішке истифәл әрпі. Мысалға біз бисмиллахи дейді, хүй деп жуан айтады. Ол жіңішке әріп, бисмиллахи, хуаллаху деп жатады мысалға, хуаллаху деп. Мына жіңішке, хуаллаху. Мысалға алла сөзіндегі хәнің өзін біз жуан айтамыз, хуаллаху деп. Яғни хуаллаху, бұл жіңішке шығады. Енді хамза түсінікті, бұл жерде мен қиыншылық деп ойламаймын. Жалпы әні өте жіңішке шығарыңыздар. Мысалға бихи деген кезде де бихи жоқ, бихи. Езірді кәсіра кезде езі тартамыз, бихи, ләху. Мысалға худ айтып жатырмыз. Ләху болмайды. Ләху. Әр әріпті жіңішке ма, оны жіңішке дыбыстауымыз керек болады. Енді тамақтың екінші кішкене жоғары бөлігінен қандай әріп шығады? Бұл жерде ха және айн. Көбінесе біз ханы ха деп шығарамыз. Мысалы, әлхамдулиллахи деген сияқты. Ха, мим. Жоқ, олар жіңішке ғой, сол үшін оны ха деп шығарасыздар. Ха. Прям болады ол. Әлхамду, ха болмайды. Бізде көбінесе білмеймін, қазақстандықтар солай ағы оқиды. Бізде ха, мысалы, хи, ху. Яғни сіз дыбысты тамақтың ортаңғы бөлігіне тым астына жіберсеңіз, оны хға ұқсап қалады. Сен жоғары шығарасыз. Ха. Сол сияқты айн. Айнды да біз жуан әріп қып айтады. Мысалға, әузу дейді. Ол айн жіңішке болғандықтан оны біз жаңа айттым ғой, езуді кішкене төмен түсіреміз. Егер де біз ауызды толтыратын болсақ, ол жуан әріпке айналып кетеді. Немесе тілімізді жоғары көтерсек, ол жуан әріпке ұқсап кетеді. Сол үшін айның өзі жіңішке шығады. Болмайды. Мысалы, әлә болмайды. Бірақ қарасаң ешқандай бір разница жоқ. Бірақ қараңыздар, біз бұны көбінесе әлә деп айтады. Яғни бір разница жоқ сияқты ойлайды. Бірақ ода кәдімгі үлкен мағына жатыр. Әлә емес, әлә. Тамақтың, мысалға мына жақта жұтқыншақ болса, ең бірінші бөлігіне мысалға хо мен ғайын шығады. Яғни бұл жуан әріптер болғаннан кейін біз ауыз толтырамыз. Ха, ға. Көрдіңіздер ме? Ха. Бұны біз ха деуге болмайды, ха деуге де болмайды, яғни жуан аламыз. Мысалы, хотәмә, біз қараңызында хо жуан болған кейін, біз тәні де кейде жуан оқып қоймыз, хотома деген сияқты, ода сақ болу керек. Хотәмә, хо емес, ауызды егер жинайтын болсақ, онда ол оға ұқсап, немесе дамаға ұқсап қалады. Хотәмә деп, яғни ауызды жайғана жоғары ашамыз. Хотәмә, ха. Ғо да сондай, мысалға биғайри, мысалы ғайри деген сөз. Ғайри, ғо, тамақты күшті мұна жаққа алып келесіздер. Яғни байқасаңыздар біз жұтқыншақ әріптерін өттік. Мұны ха, хо, ғо, айн, ха, хамза деген секілді. Бұл жұтқыншақ, яғни тамақтың әріптері. Алты әріптің махражын өттік. Енді қараңыздар. Сәл жұтқыншақтың міне жоғар жағынан, хо мен ғойның жоғар жағынан бізде қоф әріпі шығады. Бұл енді жуан әріп. Әқо. Байқаңыздар ма? Әқо, қо. Х уже төмен түседі тамақтан. Әқо, қо. Қо, қи, қу. Қо, қи, қу. Әқо. Бұл жерде де біз көбінесе қалқалы әріпі болғаннан кейін фәләқ дей салуымыз мүмкін. Жоқ, бұл фәләқо. Фәләқо. Бұл жуан әріп. Фәләқо. Иқо, дәробә. Мысалға, вәқобы. Вәқобы. Біз вә жіңішке болған кезде көбінесе қоны да вәқабы деп жіңішке оқып қоятын қауіп бар. Вәқобы. Қо бізде жуан әріп. Енді қофтың сәл бергі жағынан уже кәф әріпі шығады. Көрдіңіздер ме? Жоғары қарай келеді. Қо, к. Анау төмен қарай түсесіз. Хо, ғойн. К әріпі көбінесе біздің енді шәкірттер оқып жүрген кезде көп
шатасатын жері немесе махражын дұрыс шығармайды, бұл әріпті г деп айтады. Г-ға мысалға әләм нәшрух ләкә содырок көріне ме? Г-ны жеп қойды. Мысалға содырок. Бұл жерде к-ны вообще айтпайды қыздар. Содырок. Бұл кәм шығу керек. Содырок. Әк. Кә, ки, ку. Әк. К. Бұл жіңішке әріп. Осыдан г шығып кетпесін, содан сақтаныңыздар. Жим әрпі. Жим, байқайсыздар ма? Бұл жим таңдайға тимейді. Бірақ соған қарай көтеріледі. Әжі, жим, әжі, жә, жи, жу, жіңішке әрпе. Әжіру, әжі, әжі. Яғни таңдайға тимейді, бірақ ауа таңдайға қарай ұшады. Әжі, әжі деге келмейді. Ч деген әріптерден сақтану керек. Көбінесе бұны енді ч деп айтып қояды қыздар, бірақ бұл енді қате, конечно. Сол үшін бұдан сақ болыңыздар. Одан кейін келесі, мысалы, шин әрпі. Шинда осы төңіректен шығады. Әш, бұл әріпті айтқан кезде тіл көтеріледі, және сол ш әріпінің ауасы сол ауыз қуысында жүреді. Әш, шә, ши, шу. Әш, әш. Және де бір лайфхак, жіңішке әріпті айтқан кезде езуді татқан дұрысырақ. Әш, әжі, әш. Және тағы бір әріп ей әрпі. Бәрі осы тұста шығады. Ей, әй. Көрдіңіздер, тілді көтереміз. Әй, әй. Көбінесе осы ей мен ләм әріптері ескерілмей жатыр. Әй. Яғни тілді көтересіз. Мысалға, яуму, яуму. Болмаса әйдикум, әй, прям ана иді не істеу керек? Күш салу керек. Әй, тілді көтересіз. Қатты көтеруге болмайды. Әй деп, яғни жайған тілді жоғары көтересіз. Әй. Енді сол әлі біз ауыз қуыс, сол әріптердің жиегінде жүрміз. Мысалға, жим, шин, яй кетті. Енді сәл берірақ. Мысалы, сафир әріптері. Сот әрпі, әс, син және зәй әріптері. Бұлардың ерекшелігі, бұл әріптердің күші үрлеген кезде астыңғы тынан тістеп білсек, мысалға, астыңғы бөлікке қарай ауа түседі. Мысалы, әс, көрдіңіздер ме? Әс деймейсіздер, астыңғы тіске қарай. Әс. Сот айтқан кезде көтеріп аламыз тілімізде. Әс. Яғни бұл әріп зә, жіңішке, зын айтқанда әрдайым езу тартып айтқан дұрыс. Мысалға, әзру десе кішкен қате болады. Әзру, мустақим, Құранда сене, мысалы, Фатиха сүресінде, мустақим, яғни мустақим деп айтуға келмейді. Және де сот әріпі жуан болғаннан кейін ауызды толтырамыз. Су деген сияқты бұл сот әріптері, және осы төңіректен шығады. Енді ерекше әріптердің бірі ол дот әрпі, дот. Дот деген негізі біздің қырағатта үш түрлі жолмен берілген. Қаласаңыз тіліңіздің жиегін оң жақ тіске қарай тақайсыз, мысалы, әлд болмаса сол жаққа, әлд болмаса тілдің екі жағын кәдімгі тістің артқы бөлігіне толығымен істеуге де болады. Әлд. Яғни бұда дот айтқан кезде белгілі бір деңгейде мұрынға ғұнна барады. Әлд. Көрдіңіздер ме? Яғни бұл әдді, болмаса додыйду деген сияқты қылып айтуға болмайды. Және бұл жуан әріп болғаннан кейін мен айтып өткендей тілімізді жоғары көтереміз. Әлд. Яғни әріпті көтересіз, ауызды толтырасыз. Әлд. Келесі әріп ауыз қуысынан біз төмен қарай кетіп бара жатырмыз, тіске келіп қалдық. Мысалы, мынау тіс деп біліңіздер, бұл тіс жақтан то, тә және дәл әріптер шығады. Әлто, яғни үстіңгі тістің қызыл егіне тигіземіз. Әлто, әді, әт, жіңішке, тә. Көбінесе осы тәді қателесіп қалармыз, д-ны, дыбысын беріп қоймыз. Тәббәт дейді, тыны жұттық қояды. Тәббәт. Яғни тыны анық айту керек. Тіліңіздің ұшын жоғары екі тіске ұрсаңыз, ол анық шығады. Тәббәт. Әді. Яғни тіліңізді осы тіс жаққа ұра бересіз. Енді ешқандай бұл жерде қиыншылығы жоқ деп ойлаймын.
Одан кейін Фатиха сүресінде Мәлик яумиддин деген кезде сол дәл әрпін көбінесе тыға ұқсап жатады. Яумиддин деген сияқты ти болмайды, яғни яумиддин. Енді ең жеңіл әріптер, жалпы араб әріптерінің жеңіл әріптер ол сақау әріптер. Себебі мына екі тістің ортасына сәл шығарамыз болды. Бұл дәл әрпі, ло әрпі және де сақау с әріптері. Міне әд, яғни тіліңізді сәл ғана екі тістің ортасына шығарасыз. Енді бұл да қиын деп ойламаймын. Мысалы, дәлика көбінесе сақау зыны ашық зымен шатастырады, зәлика деп жатады. Жай ғана тіліңіздің ұшын шығарсаңыз болды, ол жіңішке шығады. Әзру болмаса әуду, зу. Жаңағы ескерткенімдей әр жіңішке әріпті айтар алдын езуді тартып барып шығарсаңыз жеңіл шығады. Зу, яғни бұл екі тіс. Енді тістің әріптері бітті. Ауыз қуысындағы әріптер, тіс әріптері бітті. Жаңағындай жоғары таңдайға тиетін әріптер бітті. Енді бізде ләм мен ро әрпі, ол кәдімгі тілдің әрпі. Ләм және ро. Тіліңізді, ләні, тіліңізді жоғары қарай көтеріс болды. Әл, лә, ли, лу, әл. Екі, мынау күрек тіс жаққа қарай осы жақтан шығады. Әл және нун. Осы үшеуі бауыр десек болады, аралар жақын. Ро, әр деге келмейді. Яғни роның тіл өзі қисайып тұр, сол секілді оның да бір тілді осы мөлшерде жаңа қисайтасыздар. Қатты қисайып кетуге болмайды, өйткені ағылшын тіліндегі р-ға ұқсап кетуі мүмкін. Сол үшін жай ғана міне осы тістің жоғарғы бір көлеміне айтасыздар. Нун да сондай. Яғни бұлар бір-біріне жақын. Енді бізде ең соңғы әріптер қалды, ол ерін әріптер. Ерін бұл қайсы әріптер? Бұл бізде, мына мысалы ерін болса, мына тіс қой, өзімше тіс болып тұр, мынау ерін дедік. Фә. Астыңғы еріннің мына жұмсақ жеріне шығады, болды. Әф. Мысалы тістемеңіздер, әф деген сияқты. Ол астыңғы еріннің жұмсақ жеріне. Әф, фә, фи, фу, әф. Бұл жіңішке. Әф. Тісіңізді жай ғана астыңғы жұмсақ еріне тигізесіз. Әф. Жеңіл деп ойлаймын. Сосын мим. Мим ол екі ерін бір-біріне етеді. Яғни мұны жақсылап шығару үшін деп ерінді қатты қысуға болмайды. Жай ғана мә, ми, му. Ләммә, әммә деген секілді жеп жеңіл. Келесі бізде ерін әрпі ол бә. Бұл да жеп жеңіл. Әбі. Көбінесе астыңғы ерінге күш түседі. Әбі. Бұл енді жеңіл әріптер. Бә, би, бұ. Ескерту, бә әрпі жіңішке әріп болғаннан кейін, мысалға біз бұлай жуан әріппен келді. Мысалы, қобелу, қараңыздар, қоф бізде жуан әріп. Бә жіңішке. Көбінесе осы бұны, бұ әріпін қофқа еріп, қобелу дейді. Қобелу. Жоқ, ол жіңішке әріп. Қобелу түсінікті де. Сол сияқты д да сондай да. Мысалы, дәл әріпі де. Әдероке. Мысалы, әдуроке деге болмайды. Әдероке. Әдо деге болмайды. Және бізде соңғы әріп, міне уәу деді ме? Уәу бұл кәдімгі ерінді жинайды. Әу, ләу, уәрум, әузу. Әузу. Жай ғана әузу білі. Әузу деге болмайды. Әу, ләу, уәрум, әутәр. Бұл әріптің жіңішке болған кезде, байқаңыздар, мысалға, құл хуаллаху, хуаллаху, мысалға. Қараңызшы, мына жердегі әбі оқады. Біз көбінесе хуаллаху деп оған мән бермей қаламыз. Осы жақта мән беріңіздер. Хуаллаху, ләу, жіңішке әріп. Жалпы қысқа ғана, бірақ та мен айттым, бұл Құран оқи алатын деңгейі бар қыздарға арналған өте қысқа махараждың лайфхактар дәрісін осылай аяқтайтын боламыз.